Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құймақтың, яғни блинчиктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен сіздерге түсінікті болу үшін керек заттардың барлығын дайындап алдым. Мен өзімнің жағдайымда қажетті мөлшерге дайындадым. Егер сіздерге көптік қылса, аз мөлшерде немесе көп жасағыларыңыз келсе, 2 еселендіріп, 3 еселендіріп жасай берсеңіздер болады. Ал ендеше бастайық. Алдымен жұмыртқамызды, менде 3 жұмыртқа, құрамын описание қалдырып кететін боламын. 3 жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен шекер, яғни дәміне қарай, тәтті болса көбірек қосасыздар, тәтті қаламасаңдар азырақ дегендей, тұз және жылы сүт, үй температурасындағы жылы сүт, қайнаған су және ұн қосамыз. Бұл жерде судың да сүт, ұнның барлығын мөлшері бірдей болады. Енді жақсылап араластырып болғаннан кейін майымызды құямыз және ең соңынан сода қосамыз. Қыздар соданы қасықтың ұшымен ғана қосамыз. Мен оны уксусқа күйдіріп, ондай нәрсе жасамаймын. Тек кішкене ғана сода қосамын. Міне жақсылап араластырып болғаннан кейін бізде осындай масса пайда болды. Сұйықтығын, қоюлығын міне видеодан көрсеңіздер болады. Бұдан қатты сұйық болып кетсе болмайды, басы бірікпей қалады. Енді жақсылап арнайы блинчикке арналған табамен пісірсеңіздер лажы болса, сол дұрыстау болады. Астын бір майлап алсаңыздар, сол жетіп қалады. Енді біртіндеп осылай екі жақтама жақсылап пісіріп аламыз. Баяу отта, орташа. Табаның көлеміне қарай, қалыңдау болса көбірек, жұқаны қаласаңыздар азырақ дегендей, солай құйып пісіре беретін боламыз. Екі жағын алмастырып, барлығын пісіріп аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер, лайк басыңыздар, қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Міне достар, бізде осындай керемет блинчик шықты. Күнделікті таңертеңгі асқа дайындауды әдетке айналдырыңыздар. Осы рецептпен өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.